Сәлем достар, бүгін біз әйелдердің, тіпті ерлердің де көбінесе елемейтін, бірақ өмір сапасына қатты әсер ететін бір маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Яғни бұл өт аурулары. Дәл сол кішкентай ғана өт қабы кейде адамды қатты әлсіретіп, асқазан, бауыр, тері мен жүйке жүйесіне дейін әсер етеді. Өт ауруларының белгілерін ерте тану өз денеңді түсінудің ең маңызды қадамы. Сондықтан бүгін мен саған өт қабының жұмысы, ауру белгілері, себептері, диагностика және ем жайлы бәрін нақтылап түсіндіретін боламын. Ал кеттік. Біріншіден, өттің ағзадағы рөлі туралы айтайық. Яғни өт бауырда түзіліп, өт қабында жиналатын сұйықтық. Негізгі қызметі майларды қорыту, асқазаннан түскен ауыр тағамдарды ыдырату. Сондай-ақ ағзадан улы заттар мен холестеринді шығарады. Егер өт дұрыс жүрмесе, ас қорыту бұзылады. Іштің кебуі, ауызда ащы дәм, тері мен көздің сарғаюы пайда болады. Бұл алғашқы өт айқайы, яғни өттің негізгі сигналы болып саналады. Өт ауруларының негізгі түрлері. Бұлардың ішіне бірінші созылмалы холецистит, яғни өт қабының қабынуы. Белгілері бұл кезде оң жақ қабырға астында ауырлық сезімі, майлы тамақтан кейін ауырсыну, жүрек айну болады. Екіншісі өт тастары. Өттің құрамындағы холестерин немесе билирубин шөгіп тасқа айналады. Белгілері өткір өт ұстамасы. Иыққа немесе жауырынға тарайтын өткір ауырсыну болады. Құсу кездеседі. Үшіншісі өт жолының дискинезиясы, яғни өт жолдары дұрыс жиырылмай, өт тұрып қалады. Бір сөзбен айтқанда застой. Белгілері оң жақ қабырға астындағы ауырсыну. Күйгелектік болады, тәбетінің болмауы, ауызда ащы дәм кездеседі. Және төртіншісі өт қабының полиптері мен иіліп қалуы. Өттің ағымы бұзылады, ас қорыту қиындайды. Өт ауруының алғашқы белгілері. Бұл белгілерді көп адам жай шаршау деп қабылдайды. Бірақ бұл өт ауруларының басталуы. Таңертеңгілік ауызда ащы дәм, оң жақ қабырға астындағы ауырлық, жеңіл жүрек айну, асқазан кебуі, тамақтан кейін толу сезімі, терінің сарғыш тартуы немесе безеулердің пайда болуы, шаштың майлануы, терінің иісінің өзгеруі, бұзылған ұйқы, ашушаңдық. Өт жүйесі мен жүйке жүйесі тығыз байланысты. Сондықтан стресте өттің қысқаруын тежейді. Дәрігерге баруды қажет ететін негізгі белгілер. Олар мыналар болып келеді. Яғни сіз мына белгілерді байқасаңыз, дәрігерге кешікпей баруыңыз қажет. Олар оң жақ қабырға астындағы ауырсыну 30 минуттан ұзақ уақытқа дейін созылатын болса, дененің сарғайып кетуі, құсу мен жүрек айну жиі қайталанатын болса, нәжістің түсі ағарса, зәрдің түсі қоюланса, қызу көтерілу, әлсіздік пайда болса. Бұл белгілер өт қабының қабыну немесе тас түзілуінің негізгі бір белгісі болуы мүмкін. Негізгі диагностикасы мен емдеу жолдарын қарайтын болсақ, дәрігер әдетте мыналарды тексереді. Яғни ең бірінші кезекте ультрадыбыстық зерттеу жүргізіледі. Өт жолдарының функционалды сынамасы, қан талдауы, яғни оның ішінде бауыр ферменттері, билирубин, холестерин анықталады. Ал емдеу жолдарына келетін болсақ, диета номер 5, яғни бұның ішінде майлы, қуырылған, ащы тағамдар, тез өңделетін тағамдар, біздердің жақсы көретін фастфудтарымыз, бургер, фри деген сияқты тағамдарды шектеуіміз қажет. Өт айдайтын шөптер,
яғни бұларды аптекадан сұрасаңыздар да болады. Жол желкен, жүгері қылшығы, итмұрын, немесе менің өзімнің каналымда видеом бар. Яғни бұл жерде менің видеомда сұлының осы өт жолдарына қалай әсер ететіндігі және сол туралы рецепттен өте күшті видеом бар. Астыға сілтемесін тастап кетемін, міндетті түрде қарап өтіңіздер. Сонымен қатар дәрі-дәрмекпен өт ағымын реттеу және де кейде тас болатын жағдайлар болса, онда хирургиялық араласулар қажет болады. Өт ауруларында тамақтану ережелері бойынша тағам әр 3 сағат сайын аз мөлшерден болу қажет. Тыйым салынған тағамдар, яғни мана айтқандай майлы тағамдар, тез дайындалатын тағамдар, шошқаның майы, қуырылған тағам, газды сусын, кофе, шоколад сияқты тағамдардан бас тарту керек. Ал рұқсат етілген тағамдардың ішінде буға пісірілген барлық тағам түрлері, жылы су, итмұрын шайы, сұлы, қарақұмық ботқасы болады. Сонымен қатар сұлыдан жаңа мен айтқандай өзімнің рецептім өзімнің каналымда тұр. Сілтемесін тастап кетем. Сонымен қатар өтті айдау үшін таңертең жылы су ішіп, аздап лимон қосса, өттің ағуын жақсартатын болады. Сонымен қатар өт айдауға ең бір көмектесетін нәрсе ол квашеная капуста, яғни тұздалған капуста. Ол ең бір мықты көмектесетін негізгі бір жаңағы антиоксидант десек те болады, яғни адам организмдегі шлактарды, өтті тазартатын нағыз бір керемет табиғи құрал десек те болады. Сонымен қатар денең сенімен сөйлесіп тұратын ең адал досың. Өт аурулары сол достың бір айқайы ғана. Егер сен оны тыңдасаң, ағзаң саған рахмет айтады. Өт ауруларын дер кезінде байқап, емдеуді бастау өз өміріңді жеңілдетудің ең жақсы жолы. Есте сақтаймыз, ауызда ащы дәм белгі, оң жақ қабырға астындағы ауырлық белгі, терінің сарғаюы бұл да бір өт ауруларының белгісі. Бұл белгілерді ешқашан елемей тастама. Өт саулығы, өмір қуаты. Денсаулығыңа байланысты барлық ақпараттар менің каналымда. Каналыма подписация етіп, лайк басып, көкейіңізде жүрген сұрақтарды комментарийға жазып отырыңыздар. Келесі видеоны жоғалтып алмас үшін колокольчикті баса кетіңіз.